Өзіңіз былтыр Түркістанда өткен екінші құрылтайда ұлттық тәрбие мен білімді ұштастыру екеуінің бірлігі турасында мемлекет басшысының алдында, құрылтай мүшелерінің алдында үлкен баяндама жасадыңыз. Соның негізінде мына біртұтас тәрбие бағдарламасы қабылданғалы жатыр. Осы төңіректе біртұтас тәрбие бағдарламасының мақсаты не? Ол қандай аудиторияға арналған? Осыны өзіңіз түсіндіре өтсеңіз. Көп рахмет. Жанболат мырза, жалпы ұлттық құрылтай бүгінгі таңда жалпы шешімдері орындалатын, оның заңнамалық тетіктері қарастырылатын үлкен платформаға айналды. Енді ол біздегі дала демократиясының негізі тарихи дәлелі болған, сонау ғасырлардан қойнауынан бізге жеткен былай қараған бабаларымыздың аманаты. Біз ұлттық құрылтайды 2022 жылғы 16 наурыздағы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың негізгі үлкен жолдауынан кейін құрылды. Ол жердегі мәселе жалпы қоғам мен биліктің арасындағы диалогты нығайту болатын. Сонымен қатар сын қатерлерден, жалпы ұлтты сақтап өтудің осындай терең сұрақтарын іздеп, соған жауап іздейтін үлкен сондай қоғамдастық. Ол жерде өздеріңіз білесіздер, зиялы қоғамдастық өкілдері, ғалымдар, біздің жазушыларымыз, одан бөлек еңбек адамдары, сонымен қатар 20 өңірдің облыстық деңгейдегі қоғамдық кеңестерінің басшылары, мәжіліс депутаттары, осылай кете береді. Қоғам белсенділері. Енді мынау 24 жылды қорытындыладық қой. Оның ішінде Атырауда 3-ші құрылтайдың үлкен жиыны өткен болатын. Сол 3-ші құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы біздің жалпы қоғамдастықтың алдында негізгі мақсаттарды айқындады. Яғни біз өрлеуге аяқ басуымыз қажет. Ал өрлеу дегеніміз ол үнемі өзіңді қамшылап отыру. Ол үшін бізге негізгі құндылықтар керек. Мен екінші құрылтайда жалпы ұлттық құрылтайдың алдында мен өзім бірнеше ұсынысты айтқан болатын. Бірінші ұсыныс ол білім мен тәрбиенің біртұтастығын қамтамасыз ету. Яғни білім беру бағдарламаларындағы ұлттық сипатты дамыту, сонымен қатар кітап оқуға ден қою және ата-аналардың баланың тәрбиесіндегі рөлін күшейту. Мен осы мәселелерді қойған болатынмын. Бірақ оны айта салып, орындай салуда бұған үлкен кең сипат керек. Сондықтан 3-ші құрылтайға дейін біз бұны талқыладық, егжейлі зерттедік, эксперттермен біраз мәселе төңірегінде пікір таластырдық. Өйткені бұл енді өте күрделі тақырыптардың бірі ғой. Соның негізінде мемлекет басшысы бізге 12 құндылықтан тұратын жалпы елдің ендігі даму бағдарын айқындайтын құндылықтарымызды негізі сол неде ұсынып біз талқылағанбыз. Оның ішінде мысалы тәуелсіздік, отансүйгіштік, еңбек және кәсіби даму, жасампаздық, жаңашылдық, дәл осылай кете береді. Адалдық, заң мен тәртіп, бұл жерде адал адам, адал еңбек және адал табыс деген осындай үлкен концепциясы бар. Сол концепцияның аясында осы біртұтас бағдарламасының негізгі бағыттары, негізгі оны жүзеге асыру әдіс тәсілдері, оның құндылықтары, осының барлығы айқындалды. Яғни бұл кәдімгі қоғаммен үнемі талқылай отырып, ата-аналар қоғамдастығы, педагогтар қоғамдастығы, Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының жалпы ғалымдары, эксперттері, солардың барлығымен кәдімгі етене отырып жасалған бүгінгі таңдағы біздің 21 ғасырдағы жалпы ұлт ретінде сақталуымыздың негізгі ұстындары айқындалған, былай қарағанда бір шетінен тарихи, екінші шетінен идеологиялық құжат. Жалпы тәрбие, біз бір нәрсені ұғынуымыз қажет. Сен тәрбиені айтып, бала одан тәрбиелі бола қоймайды. Баланың тәрбиелі болуына бірнеше фактор әсер етеді. Оның ата-анасы үйінде не жаса, яғни үйде не көрсе ұшқанда соны іледі. Бала өзінің көргенін жасайды. Екінші, ол айналасы нені көрсетсе. Ортасы ғой. Ортасы. Қасындағы достары, қасындағы жаңағы өзі еліктейтін азаматтары, немесе ол көретін әлеуметтік желі, сол әлеуметтік желінің контенті, осының барлығы азаматтардың, яғни балалардың оның жалпы көзқарасына әсер етеді. Баланың көзқарасы оның тұлға болып, кәдімгідей қадам басуына негізгі себеп болады. Сондықтан да бұл үлкен күрделі былай қарағанда үрдеріс, ол үдеріске әсер ететін сондай бірнеше факторлар бар. Сондықтан мен өте қуаныштымын. Мынау 3 ұлттық құрылтайдың
үшінші отырысынан кейін біздің білім саласында, оның ішінде орта білім саласында осындай кәдімгідей тұғырлы құжаттың дүниеге келгеніне мен шын қуаныштымын. Бұл менің ойымша педагогикалық қоғамдастық үшін, білім саласы үшін өте қажет құжат болады. Екінші мәселе, енді бұл құжат қазір барлық орта мектептерде 7500 мектептің барлығында дерлік енгізілді. Бірақ бізде жеке меншік мектептер бар. Сонымен қатар жеке меншік бала бақшалар бар. Яғни біз білім, тәрбие тал бесіктен дейміз. Яғни біз бала бақшаға да осы біртұтас тәрбие бағдарламасын адаптировать етіп, ол жаққа енгізудің де қарастыруымыз қажет. Яғни білім беру стандарттарында болу керек қой. Сондықтан да осы мәселені атап өткіміз келеді. Енді жалпы тәрбиенің негізгі қағидатында бұл сабақ барысында тәрбие берілу керек. Өйткені сабақтың тәрбие мақсаттары бар. Бұдан бөлек сабақтан тыс уақытта, яғни мектептің өзінің шаралары бар, өзінің жоспарлары бар, өзінің апталықтары бар өткізетін. Және осы біртұтас тәрбие бағдарламасының аясында әрбір ай негізгі құндылыққа бекітіліп отыр. Сол құндылықтың аясында кәдімгідей бүкіл мектептерде бір уақытта республика бойынша жасалатын ортақ шаралар белгіленіп отыр. Бұл нені көрсетеді? Яғни біз әр мектеп өзінің тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасар немесе сол жердегі педагогикалық қауымдастық емес, енді бір жоспарлы құжат бар. Сол жоспарлы құжаттағы белгіленген шаралар бар. Сол шаралардың негізгі мақсаты, күтілетін нәтижесі бар. Сол мақсатқа сәйкес олар бірге қимылдап, бірге нәтижеге қол жеткізуге сондай жоспар бекітіліп отыр. Менің ойымша бұл да бірыңғай бір тәрбиенің кәдімгі стандарты деп айтуға да болады. Бұдан бөлек бұл жерде ата-анамен қандай жұмыс жасау керек? Ата-ананың мектепке келуі, ата-анамен бірге қоғамда қандай жұмыстар жасалатындығы туралы да нақты көрсетілген. Оның ішінде әлеуметтік жобалар, әлеуметтік тәжірибелер туралы барлығы берілген. Мен өте қуаныштымын. Үлкен мәселе пікірсайысқа, сонымен қатар біздің талқыланып жатқан қазіргі таңдағы лудомания, сол құндылықтардың кері әсері мектептен кәдімгідей оның құқықтық негіздемесі осы біртұтас тәрбие бағдарламасының мазмұнында көрсетіліп тұр. Яғни бүгінгі таңдағы біздің әлеуметтік проблемаларды балалар телевизорден көріп, ол жасырын ештеңке айтпай емес, нақты біледі. Бұның денсаулыққа қандай әсері бар, бұның эмоционалды қандай теріс әсері бар, бұның заңнамалық тұрғыда қандай теріс әсері бар екендігі барлығы көрсетіледі. Сондықтан да бұған қатты ден қойылады. Бұдан бөлек енді біз қоғаммен отбасындағы мәселеге де көп көңіл бөлуіміз қажет. Бізде бір кезеңде барлық тәрбие саласына тек қана мектеп жауапты деген қасан сондай түсінік қалыптасып қалды. Баламды кіргіздім, сен тәрбиелеп шығар. Мен баламның тамағын тауып берем, баламның киімін алып берем, ал қалған оның тәрбиесі, қалған дүние ол мектептің ғана жауапкершілігі деген қасаң түсінік әлде де енді сондай күшінде. Бірақ дегенмен баланы дүниеге алып келген ата-ананың жауапкершілігі басымдықта екендігін өздеріңіз байқап жатсыздар. Осы 2024 жылы айта басталды. Мемлекеттік органдар тарапынан, оның ішінде бала құқықтарын қорғау комитеті тарапынан бұл кәдімгідей жүйелі түрде айтылып жатыр. Шын мәнінде ол дұрыс мәселе. Конституция тұрғысынан да, сонымен қатар барлық заңнамалық тұрғыдан да баланы кәмелет жасқа толғанға дейінгі жауапкершілік оның ата-анасы мен заңды өкілінің міндеті болып табылады. Бұны да біз былай құқықтық сауаттылық тұрғысында кәдімгі ағартушылық деңгейде түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыруға міндеттіміз. Сондықтан да бұл мәселеде айтылады. Бірақ бұл жаппай ата-ананы оқыту деген емес, жаппай ата-ананы тәрбиелеу деген мәселе емес. Ата-ана баланы дүниеге алып келді ме, сол баланың тәрбиесіне, сол баланың моральдық келбетіне ата-ананың жауапкершілігі заңмен де, жалпы білім стандартымен де белгіленгендігін біз оны қоғамның жаңа этиканың негізгі бағыт ретінде түсіндіруіміз қажет деп білемін. Міне осы мәселелер айтылып отыр. Енді міне сабақ барысында, сабақтан тыс уақытта, қоғамда, сонымен қатар отбасында деп былай белгілеп отырмыз ғой. Бұның өзі нені береді? Бұның өзі әркімнің өз деңгейіндегі жауапкершілікті көрсетеді. Мысалы, баланың 14 жасқа дейін көретін контентінің өзінің негізгі нелері бар. Критерийлері бар. Критерийлері бар. Бұл әлемдік деңгейде солай.
немесе 18 жасқа дейінгі көретін критерийлар бар. Жалпы бұны әлемдегі контент мейкерлер өздері қолданады, өздеріңіз білесіздер. 5+, 16+, өздерінде кәдімгідей соны маркировка жасап қолданады. Тәрбиеде де солай. Сондықтан да біз мысалы балаларымыздың әлеуметтік желіде немесе бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, енді балалар қазір көбінесе көреді ғой, былай қарағанда, визуал тұрғыдан олар сол контентті тұтынады. Сондықтан да бұл мәселеде енді келесі қадамдар ол біздің әлеуметтік желінің балалардың тәрбиесіне әсері мәселесін біз кеңірек талқылауымыз қажет деп ойлаймын. Осы күздегі мәселелер оған арқау болды деп ойлаймын, негіз болды деп ойлаймын. Бұдан бөлек жалпы мынау телевидениедағы беріліп жатырған контент, балалардың оқитын аниме секілді, енді қазіргі таңда сол комикстердің жалпы ықпалы басым балаларға. Олар қалай өзіне баурап алатындығын білмеймін. Мен мысалы өзімнің баламен сол комикстерді оқуға тырысып те көрдім. Бірақ ол біздің өзіміздің қабылдау ерекшелігіміз бе, біздің енді жас ерекшелігімізге келмей ме, бізге мүлдем қызық емес. Бірақ дегенмен 14-15 жасар бала одан бас көтере алмай, содан басын алмай оқитын, яғни баурап алатын өзінің бір қасиеті бар. Бізге де осындай комикстерді ысырып, оның орнына басқа дүниедей қазақы дүниелерімізді алып келу керек. Осы мәселеде біз кітап нарығын дамытуымыз қажет деп айтқанбыз. Енді бұл салада да жаңағыдай даму бар, бірақ дегенмен де біз осы мәселеге кәдімгі көңіл аударуымыз қажет деп ойлаймын. Кітап мәселесінде өзіңізге белгілі, жалпы кітап оқуға мемлекет басшысы ерекше көңіл бөледі. Одан бөлек мынау бізде кітап күні белгіленді сәуір айында, өзіңіз білесіз. Кітапханалар мәселесі арагідік кәдімгі жүйелі көтеріліп жатыр. Жалақы мәселесінде енді әрине үкіметте қазіргі таңда қаржының тапшылығына байланысты бұл мәселе әлі толығымен шешілген жоқ, бірақ дегенмен біз оны жүйелі көтеріп жатырмыз. Тіпті ертеңгі пленарлық отырыста да кітапхана мәселесі тағы да депутаттық сауал ретінде Аманат партиясының фракция мүшесі тарапынан айтылатын болады. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, жалпы біз баланың кітапты сүйіп оқуы, оқыған кітабын толыққанды түсінуі, көңілге тоқуы дейсіз. Соны тоқып, сосын соның негізіндегі құндылықтарды бойына сіңіру де бұл да үлкен тәрбие. Сондықтан да бұл мәселені де біз кәдімгідей өзіміздің күнделікті осыны қарастыруымыз қажет деп білемін. Енді Досберген қызы, сіз тәрбие мен білім қатар жүретін процесс екенін айтып өттіңіз. Енді қазіргі ата-аналардың да арасында әртүрлі ата-аналар бар. Өзіміздің құрдастарымыздың өзі қазір енді мектепке аттандап барып, ұрандап қайтатын ата-аналар көбірек. Себебі сен балама дұрыс тәрбие бермей отырсың деп мұғалімнің өзін кінәлайтын. Енді бұл жағынан бұл ата-ана, мектеп, ұстаз үштағаны қатар жүру керек қой, өзіңіз айттыңыз. Сондықтан алдағы уақытта баланың тек білімін емес, баланың тәрбиесін бағалайтын да бір жүйе керек секілді. Сол арқылы бала ертең оқуға оққан кезде, жұмысқа тұрған кезде ол бағасы көрінетіндей, белгілі бір конкурсқа түскен кезде ол да әсер ететіндей болса, бізде ата-аналар да, балалар да ойланатын еді деп өзім ойлаймын. Себебі сен білімің 5, бірақ тәрбие жағынан, адамгершілік жағынан 3 болып тұрсаң, сен жұмысқа алатын жерде ойланады. Маған жақсы кадр керек пе, әлде дұрыс азамат керек пе? Оқуға түскен кезде де жұмысқа таласып тұрады ғой екі адам. Біреуін таңдаған кезде тәрбиесі деген моральдық жағынан қандай жетілген тұлға ма, әлде ояншық дейміз ғой біз. Енді сондай азамат па, бәрі де көрініп тұрса деймін да, сонда ол адамда ата-анада осы тұрғыда ойланатын еді. Енді біз қазір құндылықты айқындадық. Сол құндылықтың аясында тәрбие біртұтас бағдарламасы әзірленді. Енді алдағы уақытта біз осы тәрбие бағдарламасының жалпы түсіндіруі, ақпараттық жұмысы, оны педагогика саласында қолдану туралы менің ойымша ұстаздарымызға бір гайдбук, яғни инструкция жасау керек деп ойлаймыз. Содан кейін ғана біз бағалау мәселесін айта аламыз. Былай қарағанда бұл шын айтқанда рет-ретімен жүретін. Енді білім саласының бағалауы ол түсінікті, кәдімгі өзінің жаңағыдай берілген тапсырма бар, жаңағыдай өтетін тақырып бар, ол тақырыптың мақсаты бар, сол мақсаттың негізінде оның тапсырмалары бар, соның аясында кәдімгідей баға қойылады. Ал енді тәрбиенің бағасына байланысты бұны біз эксперттермен, сонымен қатар педагогикалық қоғамдастықпен тағы да талқылауымыз қажет деп ойлаймын. Жалпы енді мен бір нәрсені бағалаған дұрыс та шығар, бірақ енді бұны былай абайлап бұл енді жазалау туралы емес, жан-жақты ойласуымыз қажет. Жан-жақты ойлап қарастыруымыз қажет деп ойлаймын. Енді мен өзім білетін
Жапония, Оңтүстік Кореяда, Сингапурда тәрбиенің жалпы құндылықтың меңгеруіне байланысты ынталандыру бонустары, сол бонустық бағдарламалары бар, ол оны қарастыруға болады. Ал жалпы алыс шет мемлекеттерде, мысалы жоғары оқу орындарына түсудің ішінде қоғамға қызмет деген бағдарлама, біздіңше айтқанда бұл волонтерлық. Сол волонтерлықты кәдімгідей бұлар өмірінің кәдімгі негізгі аспектісіне айналдырған. Белгілі бір бөлшегіне айналдырған. Мысалы олар жоғары сыныптың оқушылары енді мысалы 14 жастан былай қарай міндетті түрде осындай қоғамға қызмет ету бағдарламасымен кәдімгі 34 сағат міндетті жұмыс жасайды. Бұл кәдімгі оқу программасына енгізілген, және сол оқу программасында осыған аттестатында баға қояды. Сол бағаны жоғары Лига Плюща секілді университеттерге оқуға түскен кезде ол баға кәдімгідей бағалы. Егер қоғамға қызмет ету бағдарламасына қосылмаса, волонтерлықпен айналыспаса, яғни жанашырлық секілді өзінде бір қасиет болмаса, онда осы Лига Плюща секілді университеттер ондай азаматтарды былай қабылдауға қатты асықпайды. Неге? Әлем лидерлері туралы айтқан кезде әрине бүкіл әлемнің немесе өзінің қасындағы азаматтарды жан-жағын өзгертетін кім? Ол осындай бала кезден жанашырлыққа, сонымен қатар мейірімділікке, ізденімпаздыққа, осындай құндылықтарды бойына сіңіріп, кәдімгі еңбексүйгіштікке, сондай балаларды ғана олар қабылдауға, солай өзінің жүйелерінде, оқуға қабылдау жүйелерінде соны нақты көрсетіп қойған. Сондықтан да менің ойымша, бұны ойлануға болады. Біз волонтерлық туралы заң жобасын қарастырған кезде бұны жоғары сыныптың аттестаттарына, білім беру бағдарламаларына міндетті енгізу туралы ойласқанбыз. Бірақ одан кейін шын айтсақ стандарттың негізінде қарастырамыз деді. Стандарт қазір талқылау үстінде, 2026 жылғы стандартта бұл мәселені ойластыруға болады деп ойлаймын. Сол кезде бір тұтас тәрбие бағдарламасының жалпы мектептік циклдағы кәдімгі қорытындылап, оның бағалануы да көрініс табатын еді. Бірақ енді бұл науқаншылдыққа бой алдырмас үшін әрине егжей-тегжейлі асықпай қарағанымыз да жөн. Шашал десе басал деп кетуге де болмайды. Енді осы құрылтай жұмысына қатысты, құрылтайда көтерілген мәселелерге қатысты парламентте 7 заң қабылданды. 3 заң жобасы әлі қаралу үстінде деп жатыр. Жалпы енді болашақта алдағы 2025 жылы осы біздің идеологиямызға, біздің мәдениетімізге, рухани өмірімізге қатысты қандай заң жобалары қабылдануы мүмкін, қандай жұмыстар қазір жоспарланып отыр? Енді қабылданған заңдар туралы айтатын болсақ, ол бірінші вейпті сатуға, вейпті қолдануға, сонымен қатар вейптің айналымына тыйым салатын шектеу заңы қабылданды. Денсаулық сақтау заңының аясында бұл балаларымыздың денсаулығы үшін өте қажет заң болды. Өйткені шын айту керек, біз соңғы статистиканы қарасақ, 2-ші сыныптың оқушысына дейін вейпті тұтынуы кәдімгі лезде өскен статистика. Шын айтқанда біздің депутаттық корпусты ойландырды. Бұл тек көргендері ғой. Сондықтан да бұны сатуға, сонымен қатар оны айналымына, оны алып келуге деген тыйым салатын нормаларды қарастырдық. Өйткені бізде мысалы үлкен қалалардағы дүңгіршектер, дүкендер, олардың әрқайсысын тексеріп жүруге былай қарағанда тіпті оған ресурс та шын айтқанда ол өте дұрыс емес мәселе да, былай қарағанда. Соны біз регламенттейтін болса, сондықтан да бірінші мәселе бұл вейптерға байланысты болды. Екінші мәселе бұл әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігі туралы болды. Үшінші мәселе бұл лудомания және ойын бизнесін реттеуге байланысты болды. Ол өте қажет заңдардың бірі, біздің әлеуметтік дертке байланысты. Сонымен қатар тағы үлкен бір заң, ол бізде айбын орденнің дәрежесіне өзіміздің батырларымыздың атын беру, есімін беру. Бұл да өте идеологиялық тұрғыдан өте қажет. Біз шын айтқанда бір тудың астына біріктірген батырларымыздың есімін былай қарағанда ардақтайтын да заңдардың болу керектігі осы дәлел деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда енді 2025 жылы бізде мәдениет туралы заңға өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол жұмыс тобы бар. Аталған жұмыс тобында біз кітапхана мәселесін тағы да тереңдетіп түсіп жатырмыз. Мысалы,
білім саласындағы уәкілетті орган балалардың оқитын кітабының тізілімін жасау туралы міндеттерді, құзыреттіліктерді қосып жатырмыз. Сонымен қатар жалпы мына авторларға беретін гонорар туралы, яғни біздің ақын жазушыларымызға, композиторларымызға берілетін гонорар туралы мәселені де қарастырып жатырмыз. Бұл нені көрсетеді? Бұл жалпы руханиятқа деген құрметті көрсетеді. Әрине бұл қаржыны талап ететін нормалар, сондықтан үкіметтің біз енді қорытындысын, біреуінің қолдаған қорытындысы бар, біреуінде қолдамаған қорытынды бар, бірақ дегенмен біз осыны талқылау үстіндеміз. Жақсы. Жұлдыз Досбергенқызы, маңызды сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Мына өтіп бара жатқан күнтізбе жыл жақсылығымен қазақ халқына біраз қайырлы болды. Енді кемшіліктерде жоқ емес, оның бәрін біз эфир барысында санамалап айтып та жүрміз. Бірақ алдағы жылдан жақсылықтар күтеміз. Қазақ халқына, Қазақстан мемлекетіне қосылатын үлес қомақты болсын, жеңісті күндеріміз көп болсын дейміз. Берекелі жыл тілейміз, елдің амандығын тілейміз. Сіздер де елге, мемлекетке қажет дұрыс заңдарды қабылдауда алғырлық танытады деп сенеміз. Сіздеріңізге береке берсін. Құрметті радио тыңдаушы, осымен біз ұлттық құрылтай тәрбие бағдарламасы және құндылықтардың жаңғыруы тақырыбындағы бүгінгі санымызды аяқтаймыз. Ел аман, жер тыныш болсын.